кейде бір адамдардың заты жоғалса, бұйымтайын іздеу үшін қайтадан өкінішке орай сол тәуіптерге барып жатады. Енді бізге мәлім болғандай, оларға біріншіден бару харам. Екіншіден, олардан барып сұраудың өзі ол да харам. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтқандай, ол адам Құранға күфірлік келтірген болады. Адам егер оған баратын болса, ол әлбетте өзінің жындарын іске қосады, сөйтіп тауып беруі мүмкін. Бірақ ол жолмен, ондай нәрсемен өзінің затын іздеу, немесе өзінің проблемаларына шешім іздеу, бұл әлбетте тағдырға иманын келтіру болып есептелмейді. Жақсылық жамандық Алланың қолында екен. Онда біз Аллаға қарсы келетін істерді істеп жатсақ, әлбетте Алла субханала тағала ол біздің ісімізді жақсартпайды. Адам ол нәрсемен оңбайды. Алла субханала тағала Құран кәрімде жындар жайында айтады. Сол жын шайтандарға, соларға тәуелді болып, солардан өзінің проблемаларына шешім іздеп жүрген адамдар жайында айтады. Фазадухум рахақа дейді Жин сүресінде. Олардың қорқыныштарын олар арттыра түсті дейді. Яғни ол ешқандай бір тәуіпке, бір балгерге, көріпкелге барған адамға олар ешқашан жақсылық айтпайды. Сен анауың өліп қалайын деп тұр, үйіңнен өліктің иісі шығып жатыр, сен пәленші сиқырламақшы, түгенші сені жаман көреді, саған қастандық жасамақшы деп, ол керісінше сол барған адамдардың қоғаммен қарым-қатынасын бұзуға, ағайындық қарым-қатынасты бұзуға, өзін ағайын туысқаннан бездіруге, сондай-ақ әрдайым сондай бір қорқынышта өмір сүруге, және қорқынышта өмір сүрген екен, оларға мен сенің жолыңды ашып беремін, сол нәрселерді ұзақтатамын деп өздеріне тәуелді етеді. Яғни ол адам оны барған сайын оны қорқыта береді, барған сайын оған әртүрлі сөздерді айта береді. Соңында ол түгелдей соларға тәуелді болып қалады, және өмірі оның соңында тозаққа айналады. Қазіргі таңда